сен ана Құдай бар деген не болатын болса дедің да, Құдай бар деген ешқандай дәлел жоқ, ол вообще-то абсурд дедің ғой, дұрыс па? Именно системаға байланысты абсурдно болады. То есть сен не нәрсені дәлелдеп қабылдайсың, соған байланысты барлығы. Ал егер сен логиканың барлық қағидасын, то есть ортақ қағидасын қабылдасаң, барлық ортақ қағидасын қабылдасаң, эмпириканда барлығында қабылдайтын болсаң, бітті, сенде абсурдный әңгімелер болады қазір. Ал эмпириканы алып тастасаң да, сенің сөзің дәлел екенін сен қалай анықтап бере аласың деген сияқты аргумент бар да. То есть сенің аргументацияң как мынау сияқты болады. Априорная дисциплина доказательства Бога дейді. То есть сен барлығын интуитивно ұрып отырасың, өзіңе ыңғайлы қылдырып. Ассаламу алейкум. Бірінші априориялық дәлел ол ақылға негізделген. Ақыл деген өз алдына субстанциясы мен акциденциясы бар зат. Енді Құдайдың барын ақылмен дәлелдегенде, ақылдың табиғатына сай дәлел алып келу. Мысалға, ақылдың табиғатында барлық нәрсенің себеп салдары бар дейді ақыл. Значит, әлемнің де себебі болуы керек. Ол жаратушы дейді. Осы нәрсе ақылы дәлел. Енді бұл дәлел интуитивті, яғни ақылды қолданбай, өзіне ыңғайлы айту ма, бұрмалау ма? Жоқ. Интуиция деген не десе, интуиция сезім арқылы түсіну, яғни ақылды қоспай. Негізгі қасиеті ол бір нәрсені тікелей сезім арқылы түсіну, дәлелсіз түйсікті, яғни интуицияны пайдалану, яғни ақылды пайдаланбау. Бұл атеистің ойы үлкен қателік, субъективтілік. Одан интуицияда жеке адамның тәжірибесі мен түйсігіне тәуелді. Мысалға, мен әлемдегі тәртіпті сеземін десе, сондықтан Құдай бар десе, бұл интуициялық сөз, бірақ бұл жерде логика жоқ, тек сезім ғана. Енді априорная дисциплина доказательства Бога ол сезім арқылы аргумент алып келу емес, рахмет. Ол керісінше ақылдың табиғатына негізделе дәлел алып келу жолы.